Сәлеметсіздерме? Камералдық басқарудың орташа тәуекел деңгейі бойынша жаңа нұсқасы пайда болды. Камералдық бақылаудың негізгі мақсаты салық төлеушіге салық есептілігін тапсыру кезінде жіберілген бұзушылықтарды өз бетінше жою мүмкіндігін беру. Биылдан бастап қолданыстағы мониторинг жүйесі тәуекел дәрежесі орташа хабарламаларды орындау бойынша жеңілдетілген. Енді тәуекел деңгейі орташа хабарламалар үшін берілген түсініктемелер автоматты түрде орындалды деп танылады және олар бойынша шешім қабылданбайды. Ең бастысы 30 жұмыс күн ішінде түсініктеме беру, әйтпесе банк шоттары бұғатталуы мүмкін. Түсіндірмені формалды түрде емес, мүмкіндігінше дәлелдермен ұсыну керек. Бұзушылық туралы барлық дәлелдерді жоққа шығаратын құжаттарды бере отырып, онымен келіспеу жағдайларын толығымен сипаттау қажет. Толық емес немесе дәлелсіз түсіндірме тақырыптық салықтық тексеруді ашуға негіз болуы мүмкін. Осыған байланысты біз салық төлеушілерді салық төлеушінің кабинетін жиі тексеріп тұруына немесе салық органдарының хабарламаларын жіберіп алмасы үшін e-салық бизнес мобильдік қосымшасын жүктеп алуға шақырамыз. Түртіп алыңыздар, назарларыңызға рахмет.